білсеңдер, жұмбақ өте пайдалы. Себебі жұмбақтарды шешу арқылы тез ойлап, жылдам жауап беруге үйренесіңдер. Ендеше біз екінші А сынып оқушылары мен Тұрлыбек Мирсат және мен Амантай Айша мектебімізде жұмбақтар ұшқыр ой түрі атты челлендж бастап отырмыз. біздің челлендждің 3 шарты ғана бар. Бірінші, жұмбақтар оннан аспау керек. Екінші, міндетті түрде 3 тілде жұмбақтар жасыру керек. Үшінші, жұмбақтарды түсінікті етіп мәнерлеп айту керек. Ендеше біз бастаймыз. Асты тас, үсті тас, ортасында жанды бас. По дереву скок-скок, а орешки щелк-щелк. I play and fly, but never sigh. Төбесінде қубыдақ, алар екен кім бұтақ. Бесінші, какое животное самое длинное, самое высокое и самое красивое? Who sleeps in the shoes? Тірі жылқы бейнесі, жылақ-жылақ денесі. Ежик вырос 10 раз, получился. От басында құмған, екі көзін жұмған. Қаймықпайды күшті аңнан, қорқады тек тышқаннан. Бұл челленджді біз екінші А оқушыларына жолдаймыз. Достар, жұмбақтардың жауабын тосамыз. Ал сіздерге челленджді мектеп тақырыбында жалғастыруды ұсынамыз. Көріскенше достар!